Қадірлі көрермен, ассаламағалейкум. Біз бүгін Жаңарқа ауданы Ералиев ауылына келдік. Бүгін сұхбаттасатын боламыз. Мінекей сұхбат Гүлім Өмірбек қызымен өтеді. Гүлім апай, көп рахмет қонақжайлықтарыңызға. Енді жалпы осы шаруашылық сіздерді қалай аталады, жалпы қай жылы бастаған едіңіздер, сол жағынан көрерменге айтып өтсеңіз. Иә, сәлеметсіздер ме? Сіздердің де келгендеріңізге рахмет. Бастамаларыңыз оңға баса берсін. Рахмет сіздерге. Жылда осы фестивальдің қатысып, көрермендері көбейіп, сіздерге үлкен жемісті табысты тілеймін, еңбек тілеймін. Енді біз бұл шаруашылығымызды 2014 жылы аштық. Шаруашылығымыз ТО деп аталады, Аспер Агро. Содан бері, 2014 жылдан бері 11 жыл болды еңбек етіп жатқанымызға. Қазір қаншалықты бір күнде қанша жалпы бие сауып отырсыздар? Мен енді сауамыз десек, жаңағы өткенде де айтып өттім, биеміз, жылқы малымыз бар, 100-ге тарта. Енді өзімнің денсаулығыма байланысты шамам келгенше 6 бие ғана сауып отырмын. Иә, ерумен өзімізге жетеді, ішуімізге, келген қонақтарымызға барлығына жетеді. Қымыздарыңыздан дәм татып отырмыз, енді керемет екен дәмі. Жалпы қымызды сіздерде қалай келіп, ауыл тұрғындар өздері келіп алып кететін шығар, әлде бір жаққа барып? Жоқ, біз бұрынғы басында шаруашылықты бастаған ең алғашқы жылдары Жезқазған қаласына суббота сайын жәрмеңкеге апарып отыратынбыз. Одан кейін қазіргі таңда 2020 жылдан бері өзі Астанадан, Қарағандыдан қымызымызды ішіп үйренген адамдар өздері сұрастырып, сол таксилар жүреді, ауылымызда автобустар жүреді, солар арқылы беріп жүріп, қалаға беріп жүріп отырамыз. Осы байғымыз жайында сіздер қай жақтан естіген едіңіздер алғаш? Байғымыз жайлы ма? Мен осыдан бір ай бұрын өзі ауылда әкімнің қайным болатын, қазір ол кісі жоғарылап көтеріліп кетті. Сол қайнымнан естідім, жеңеше, осы қымызыңыз балдай ғой, неге сол байғымызға осындай фестиваль өтейін деп жатыр Астанада. Соған неге қатысып көрмеске деп сөйтіп айтты. Одан кейін оны керек қылмай кеттім өзім. Ұмытып та кеттім. Сосын кейіннен жаңағы ауылға нелерге WhatsApp арқылы, әлеуметтік желі арқылы салып жатты. Содан кейін қойда ойландым да, осы бағымды сынап көрейін деп қатысуға бел будым. Енді байғымыз деп жатырмыз ғой, байғымыз деп қойған себебіміз фестивальдің атауын. Жалпы енді бай деген сөз бізде ертеде қалай қазақта жалпы сондай бір идеология жүрді, басқа да сырттағы күштердің себебімен бай деген бір қарны шыққан, бір сондай халыққа көмектеспейтін ғой, сөйтіп елестетіп көрсетті ғой. Енді біз сол нәрсені қазіргі ұрпаққа осы насихаттау барысында осы байдың қандай болатынын, жалпы бай қымыз деп әрдайым халқымыз бай қуатты болсын деген ниетпен қойып жатырмыз ғой. Енді өздеріңізді жаңа шет жағасын жігіттер айтып жатыр. Біраз осы ауылға көмектесіп, үлкен жұмыстар атқарып жатыр екенсіздер. Берекелі болсын кәсіптеріңізге, жақсылықта болайық әрдайым. Ал қадірлі ағайын, жаңа ғана үйден бапталған қымыз ішіп, ары қарай сол биелерді сауын рәсіміне бара жатырмыз. Кетіп жүріңіздер, бізбен бірге болыңыздар. Құла бие үйреніп алған шығар, уже неше рет неге тістелемей неге? Үш рет түсті уже. Ке құла. Гүлім апайымыз биені сауып жатыр. Сауын рәсімі. Қолмен сауасыздар ғой, аппарат? Қолмен сауамыз. Қазіргі таңда мына жерде 6 бие сауасыздар ғой? 6 бие сауамыз. Енді биелер барлығы қазақы жабы жылқылар. Мынау құланың тұқымы құла бие. Құла бие ма? Мұғалжан тұқымы ма? Жақсы. Бізде бұл енді арқа дейді ғой, жаңарқа дейді, арқа дейді. Арқада өте суық болады күн. Бірақ осы жабы жылқымыз қолымызда қыста даладан шығады. Осы 1-2 жыл болды, жаңбырлы жылы болды да, жайсыздау болды, құлын тастау болды, өлім жетім болды, осы жаңбырға байланысты. Енді жалпы қыстан шығады, қолға қарамайды бұл жылқылар. Өздерімен өздері шөпті тебінмен шығады ғой қыста. Қардың астын тебетті сол жерден. Жалпы жылқыларды қалай бағдарлап қарап отырасыздар? GPS? Қазір GPS орнатып тастағанбыз айғырдың барлығына. Сонымен қарап бағдарлап отырып, сосын 10-15 күнде жаңағы шанамен барып, айыр сана дейді ғой, сонымен барып түгендеп келіп отырамыз. Жақсы. Жаңа қай жылдан бастап деді ағаш шаруашылық? 2011 жылы ашылған шаруашылық. Содан бастап міне біраз жыл болды ғой. Бастаған кезде қанша
басында 1-2 биемен бастағанбыз. Сосын үкіметтен жаңағы ол уақытта 6% жеңілдетілген кредит берді ғой үкімет қолдап. Соны алып, сонымен мал басын көтеріп, сонымен осы уақытқа дейін қазір жаман емес, Құдайға шүкір. Өзімде жеке убойный цех бар осы жерде. Менде халыққа қызмет етіп тұрады. Осы жерде соямыз, соғымға жазда сауамыз. Жақсы, рахмет аға. Енді бізде тілекшіміз. Рахмет. Жылқылардың саны көбейе берсін. Ертеде енді қазақта айтады ғой, 40 мың, 50 мың жылқылар бар. Мен айтқаным сол сияқты байғұтты болыңыздар, көбейіңіздер. Рахмет. Алла берекесін берсін. Рахмет. Енді құрметті көрермен, қазір бұйырса ішке кіріп, қымызды қалай пісіліп жатқан әдісті көретін боламыз. Жаңа ғана биен сауып келдік, енді ары қарай сол сүтті көбеге құйып. Күн салқын күндері жылыдай құямыз. Ал күн жазда ыстықта онда кішкене суытып құямыз, әйтпесе қымызымыз ашып, бұршып кетеді. Ал күн салқында жылыдай құямыз, өйткені қымызымыз тез ашу үшін. Тез ашу үшін. Иә. Енді біздің қымызымыз енді тобылғымен сталақ деп айттық қой, шөппен. Енді қымыздың құрамында айтады ғой, ең бірінші не ғой? Өкпе, тыныс ауруларына, сосын орысша туберкулез, қазақша құрт ауруларына ең бірінші мыңда бір ем екен. Одан кейін бүйрек, бауырды қанықтырады екен, қан тамырларды тазалайды екен. Енді одан кейін жас босанған келіншектердің сүтін құнарлы қылады екен. Соларға көп нәрсеге ем, енді қазақты қанды тазалайды деп айтады. Ем ғой енді, сосын шипалы. Жаңағы айтқан піспегіңіз осы ғой? Иә, мен айтқан піспегім осы міне. Үлкен қайыңнан жасалған мынандай тестер. Бір піскен кезде өзі бетіне дейін шығады. Енді біздің бүгін биеміз кеш келді, жауын күні ғой міне. Салыны енді ғана басталған. Елім апай, жалпы қымыздың сондай бір бапталған қымызды шығару үшін неге байланысты ол? Пісуге байланысты ма, әлде қандай факторлар негізі? Бапталған қымызды байланысты ең бірінші тазалық, адалдыққа байланысты негізі. Адал дәретіңмен барып, таза қолмен сауып, одан кейін күбімізді ыстауға байланысты, ыстына. Мен енді күнде ыстаймын, өйткені өзіміз ішеміз, ысталған қымыз өте дәмді болады. Ішуге де бәріне. Мынау неше литр сияды мына күбіге? Мына күбіге 30 литр қымыз сияды. Күнде 30 литр, енді 10 литр қорға 20 литрін ішуге алып қаламыз енді. Қалған сатамыз. Одан кейін қымыз пісілуіне байланысты. Кешке қарай енді отбасымызбен 1000 рет пісіреміз, таңертең 1000 рет пісіреміз. Сіздерде барлығы қолмен екен ғой, мотор ештеңе жоқ. Маңдайдер еңбекпен. Енді қолмен пісілген мен мотормен пісілгеннің айырмашылығы болады деп жатады ғой? Әрине болады деп айтады. Себебі мына жерде қанша еңбек, қанша қолдың күші. Иә, маңдайдың тері, қаншама адамның бейнеті бір емес, бірнеше. Енді қымызды қалай ойлайсыз? Жалпы қазіргі таңда осы дастарханымызға қайтадан әкелуге біз әрекет етіп жатырмыз ғой. Осы қымыздың құнарлығын жастардың арасында түсіндіру үшін не істеу керек деп ойлайсыз? Жастардың арасында. Көбісі қазір енді әртүрлі сусындар шығып кетті ғой. Иә. Газировка дейді, энергетикалық сусындар. Енді отбасынан басталады дейді ғой. Бәрі нәрсе отбасыдан шығады. Отбасыда әке шеше балаларына жақсы түсіндіріп, жақсы сусынды ішіндер маңызы бар, сусындерді ішіндер деп оларды еңбекке, бейнетке үйретсе, жастар меніңше кейінгі қолданып өздері сау, өздері ниет етіп, осылай соған көшеді деп ойлаймын келешекте. Енді халқымыз, өзіміздің халқымыздың ұлттық сусыны ғой бұл негізі. Ата-бабамыздан келе жатқан. Жақсы. Құрметті көрермен, өздеріңізге жаңағыдай өздеріңіз куә болғандарыңыздай біз Ералиев ауылындамыз, керемет шаруашылықта болдық. Байғымызбен бірге болыңыздар, келесі жүздескенше дін аман болайық. Байғуатты болыңыздар. Рахмет.